Барлықтарыңызға сәлем, құрметті оқырмандарым. Бүгін кешкі асқа өте жеңіл жасымық, яғни чечевичный суп дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге бір бас пияз осылай 4 бұрыштап турап аламыз. Одан кейін бір сәбізімізді де 4 бұрыштап турап алатын боламыз. 2-3 картопымызды да тура солай 4 бұрыштап турап аламыз. Құрметті оқырмандарым, видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелмесеңіз тіркеліп, қоңыраушаның үстінен басуды ұмытпаңыздар. Енді қызып тұрған табамызға аздап сұйық майдан құйып, ең бірінші пиязымызды қызартып қуырып алатын боламыз, және үстіне бір ас қасық толтырып томат пастасын саламыз. Араластырып, жаңағы турап алған сәбізімізді саламыз. Турап алған картоптарымызды да саламыз. Араластырып, дәміне қарай тұз саламыз және кішкене қуырамыз. Енді жақсылап тұрып жуып алған жасымық, яғни чечевицамызды саламыз. 300 грамдай. Менде егер сіз көлемін ұлғайтам десеңіздер, одан көбірек салсаңыз болады. Және үстінен кастрөлдің жоғары деңгейіне дейін толтырыңқырап суымызды құйып қайнататын боламыз. Сорпамыздың картобы, сәбізі барлығы пісіп, қайнады, қоюлана түсті. Одан қорқудың қажеті жоқ. Қазір ішіне су құйсаңыздар да болады. Енді жарты лимонның жартысын шырынын сығып құйып, және тағы да дәміне қарай тұз салып, сол лимонымызды салып, тағы да бірге 5-10 минуттай қайнатамыз. Қоюланып жатса, кішкене су құйсаңыздар болады. Енді 5-10 минуттан кейін толығымен қайнатып алдық. Енді осындай блендер болса, осындай блендермен әбден жақсылап барлығын езіп, яғни пюре жасап араластырып аламыз. Біздің сорпамыз дайын. Енді жақсы дәм иіс беру үшін бетіне тұздық дайындаймыз. Ол үшін ең бірінші табамызды қыздырып, бір ас қасықтай сары май саламыз және зәйтүн майынан құямыз. Зәйтүн майы болмаса, сұйық майдан да құйсаңыздар болады. Қыздырып алғаннан кейін бір шай қасық мята саламыз, кепкен, және қара бұрыш, қызыл бұрыш саламыз. Дәміне қарай кішкенеден қоссаңыздар болады. Сосын осы табамызды кішкене қуырамыз. Қыздырып қуыратын боламыз. Қатты күйіп кетпесін, араластырып отырыңыздар. Құрметті достар, алда тағы да қандай рецептерді көргілеріңіз келеді, комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Міндетті түрде оқып, соны жасайтын боламыз. Енді біздің тұздығымыз қуырылды. Осы сорпамыздың үстіне құйып, тағы да бір жақсылап тұрып араластырып жібереміз. Одан кейін барып дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Бұл сорпаны кафе ресторандарда, яғни қасына кириешкемен бірге ұсынып жатады. Дайын кириешке болмаса, кәдімгі нанды да кептіріп пеште осы сорпамен бірге ұсынсаңыздар өте керемет болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын, сіздерге ұнайды деген ойдамын.